Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен лаваштың көмегімен осындай өте тойымды әрі дәмді болып шығатын конвертиктерді бірге дайындаймыз. Бұл іске басарды сіз таңғы асқа немесе түскі бескі шайға жазсаңыздар болады. Өте дәмді әрі тойымды. Міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар. Бізге қажетті заттар колбаса, сыр, помидор және жұмыртқа. Ең алдымен колбаса сырымызды дәл видеодағыдай жіңішке етіп турап аламыз, және помидорды өз қалауыңызша турайсыздар. Мен осындай үлкенірек етіп турадым. Міне барлығында дайындап алдық. Бұл жерде мен 2 адамға жасағандықтан 2 жұмыртқа пайдаландым. Мінекей қысып тұрған табамызға лавашымызды саламыз. Бұл жерде менде сопақ лаваш болғандықтан мен ортасына 2-ге бөлдім. Және лаваштың үстіне 1 жұмыртқамды салып, үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш сепсеңіздер болады. Және де жаңағы тураған колбасамызды, оның үстіне сырларды орналастырып шығамыз. Сондай-ақ помидорымызды да осылай әр жеріне қойып шығамыз. Енді дәл осы қалпында бірден конверт секілді етіп түгел орап жан-жағын жауып қоямыз. Басында осылай дұрыс тұрмайды, бірақ кішкене қызғаннан соң өзі осылай жабылып бірден тұратын болады. Яғни өзінің формасын ұстайды. Мінекей 4-5 минут уақыт өткен соң бірден лопатаның көмегімен екінші жағына аударамыз. Екінші жағында шамамен 4-5 минут уақыт аралығында ұстаймыз. Осымен біздің лавашымыз дайын болады. Ішіндегі жұмыртқасы толықтай піседі. Екіншісінде дәл солай жасап аламыз. Менде екінші лавашым сәл кішірек болғандықтан ыңғайсыздық танытты. Алайда жасап шықтым. Жаңағыдан қарағанда конвертигім екіншісі сәл кішірек болып шықты. Егер сіздер кәдімгі үлкен дөңгелек лаваш алсаңыздар, бірден бір үлкен лавашқа жасаңыздар. Дәл жаңағылай барлығын ішіне қойып шығамыз. Ішіндегі начинкасын кез келген начинка салсаңыздар болады. Қалауыңызша колбаса салмай жасай берсеңіздер де болады. Осылайша оны да дәл солай пісіріп аламыз. Неке мен бірден екеуінде осылай пісіріп, ыстық күйінде үстелге ұсындым. Өте дәмді әрі тойымды болып шықты. Әсіресе таңғы асқа керемет деп айтуға болады. Қараңыздар, ішіндегі сыры созылып осылай әдемі болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасаңыздар. Егер сіздерге таңғы ас, түскі ас, кешкі асқа жақсы идея керек болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.